Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін шайға осындай тәтті әзірлейміз. Жұп-жұмсақ әрі дәмді, әрі тез дайындалуы. Алдымен 3 жұмыртқамызды алып, оған қантымызды сала отырып, миксерлейміз. Мен шамамен 6-7 минуттай миксерледім. Міне осылай әппақ болып шықты. Енді оған ұнымызды салып, лопатканың көмегімен осылай араластырасыздар. Мен ұнның ішіне разрыхлитель салып қойдым. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар ұндарыңызды. Міне осылай астынан үстіне қарай араластырасыздар. Осындай үлпілдек масса шықты. Енді оны формамызға орналастырамыз. Форманың үстіне салып, жан-жаққа жайып, тегіс қылдырып жайыңыздар. Форманың көмегімен бірдей етіп. Міне осылай жайып аламыз. Міне 180 градуста 6-7 минуттың ішінде пісті. Енді бұны жылы күйінде орап аламыз. Осылай үстіне тағы да бір пергамент қағазын қойып, орап қоясыздар жылы күйінде суығанша. Не осылай. Мінекей. Орап, сыртын тағы да орамалмен орап қойыңыздар. Тестамыз суып болды. Енді оның үстіне қалауларыңызша джем, болмаса варенье жақсаңыздар өз еркілеріңізде. Мен осындай масляной крем жақтым. Бұл жерде май мен сахарный пудраны араластырып миксермен солай жасап жағып жатырмын. Жағып, міне осылай әдемілеп жағып аласыздар. Сосын айландырып, міне осындай рулет пайда болды. Мен әсемдеу үшін шоколадты пайдаландым. Өз қалауларыңызша. Не осындай әп-әдемі рулет шықты. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Ас болсын.